Жиырмасыншы ғасыр қазақ өнерінің жаңа тынысын ашты. Жаңа белестерге жетелеп, кәсіби өнерпаздармен қауыштырды. Кәукен Кенжетаев та сол уақыттың көркем өкілі. Бір қызығы, сол кездегі өнер майданына түскен талай мықтының тағдырына зер салсаңыз, 8 қырлы, бір сырлы болғанын байқайсыз. Кәукен ағаның бойынан да әншілік, режиссерлік, ұстаздық, қаламгерлік, актерлік сынды сан қасиетті байқауға болады. Енді Кәукен былай туысқандық жолмен келген кезде маған қайнаға. Ал өмірде менің бір құрдасым сияқты, досым сияқты, пікірлес, қалжыңымыз жарасқан сондай бір оптимист адам еді. Кәукенмен кездескенде менің үлкендік жас аралығын білдірмей, жақсы әңгімеміз, әзіліміз жарасып, күйеу бала деп қойып, өзінің әзілдерін айтатын адам еді. 50-ге тарта опералық партияларды сахнаға шығарған кең диапазонды әнші. Әріптестері мен опера жанкүйерлері Кәукен Кенжетаевтың режиссерлік және бірнеше либретто мен көптеген очерктер жазған қаламгерлік қабілетіне де куә болып отыр. Кәукен ағаймен ең бірінші кездескен кезім ол оркестр Құрманғазының концертінде тұғын. Ол кезде әрине ол кісі үлкен, атақты, беделді адам. Мен жаңа ғана өзімнің концерттік жұмыстарымды бастаған кезім тұғын. Сол кезден бастап ол кісінің концерттік репертуарларын көп тыңдап, әсіресе қазақ әндерін айтқанын өте жақсы көремін. Қазақтың театр өнеріне қосқан бұл кісінің үлесі өте мол. Кәукен Кенжетаевсыз қазақтың опера өнері, музыка лемін, қазақтың музыкалық педагогикасын елестетуге болмайды. Өйткені бұл кісі тұңғыш музыкалық спектакльдердің көбінің режиссері, авторы. Сонау Москвадан білім алған, сол ұлық соғыстарға қатысып қайтып келгеннен кейінгі жылдарда опера театрының өркендеуіне, опера театрының жаңа қойылымдар қойылуына, оның творчестволық бет әлпетіне үлкен ықпал еткен адам. Бір адамның басына осынша өнер қайдан дарыған? Оған жауапты Кәукен ағаның өмір тарихынан табасыз. Айман Ақсақалдың 9 ұлы болған. Ел орысқа оқытуға бала бермейм деген уақытта, жоқтықтың салдарынан Айман қария 100 қой берсең, бір баламды оқуға берем деп өз болысына шарт қояды. Ресейдің 2 баланы оқуға жібер деген жарлығын орындай алмай отырған болыс, бірден келісіп, 9-дың бірі оқуға аттанады. Солай, білімдінің күні жарық, білімсіздің күні ғарып екенін тәжірибе арқылы білген әке 9-ын түгел орысша оқытыпты. Соның ең кенжесі Кенжетайдың шаңырағында Әбдікәрім, Шақкәрім, Әбдірақым атты 3 ұл дүниеге келеді. Көзі ашық, көкірегі ояу әке балаларын қаршадайынан ән күй, қисса дастан, ауыз әдебиетімен қандырып өсіреді. Соның арқасында бір шаңырақтан Шақкәрім, Шәкен Айманов, Әбдірақым, Кәукен Кенжетаев сынды 2 бірдей тарлан өсіп өнді. Енді Шәкен, Кәукен бір ұрпақтан осындай адамдар туу, өнерге көптеген өздерінің үлесін қосу, ол сирек кездесетін жайт. Шәкен жасынан
өнерге тым жақын болды. Ол әлгі ауылда шылдақана, той, айт болғанда, ат шаптырғанда бірінен қалмайтын. Алғы соларын бірге жүретін, қыз келіншектердің арасында көп жүретін. Мені қат беріп жүретін, мен қаттарын таситын. Иә, сонымен сол мына жүріс жағына кішкене ерекшектеу болды дағы, ал енді анадай жұмыстарға сол қызық өнер жағына қарай келіп тым бұрылып кетті Шәкен. Бір әкенің кіндігінен өрбігенмен тағдыр жолы оларды екіге бөліп әкетті. Шәкен елде режиссерлық жолға түссе, Мәскеу консерваториясында білім алған Кәукен опера әртісі болды. Кәукен аға өзінің қай кітабында болмасын, ағасы Шәкен жайлы көп жазған. Ал ағасы өнердегі майлы жілікті ұстап, талай кино түсіріп, қойылым қойып жүрсе де, інісіне актер ретінде назар салмады. Кенжетай әке, әй Шәкен, өзің ғана биіктерге самғай бермей, Кәукенге де назарыңды салып қой десе, Шәкен аға, әке, бойына біткен дарыны мен талабы болса, менің жәрдемсіз ақ адам болады. Ал жоқ болса, менің көмегім түк те болмайды деген екен. Қос бауыр біздің сүйікті дәрігер фильміндегі мына эпизодта ғана бірге жұмыс жасады. Товарищи, почему вы здесь? Вы-то понятно почему. А почему вы здесь? Так вы доктор? Ну, конечно. Ой, милая, и вы здесь. О, если бы знали, что мне стоило растопить ледяное сердце худрука. Полчаса на коленях перед ним стоял. Всегда же ему стоять на коленях пред тобой. Товарищи артисты, какие вы хорошие, милые. Ну, вы нас слишком не захваливаете. Мы, артисты, люди далеко не безгрешные. Но в вопросах отзывчивости никому не уступим. Посмотрите, сколько друзей у вашего доктора. А столько друзей может быть только у очень хорошего человека. Бұлар Европаша тәрбиеленген высший жоғарғы интеллекттің адамдары ғой. Әлгі қазақи, әлгі сіз туысқан адам. Сондай жоқ. Мысалы, мен күйеу баласымын. Егер мен Шәкеннің жұмысына жауап бермесем, ол менімен жұмыс істемес еді. Егер ол Шәкенің қандай баға деген жаңағы тілегі также Қаукенде фильмде түсірілген жоқ. Ондай, даже фильмдерінде түсірген жоқ Шәкен. Ондай әлгі бұйт қазақшылық сондай жоқ Шәкенде, мысалы. Бір байқағаным, Қаукен аға, мұны өзінің туған бауыры Шәкен ағадан бөлек адам. Бұл кісінің мінез жағынан болсын, турашылдық жағынан болсын, ақкөңілдік жағынан болсын, көпшілдік жағынан болсын, бұл кісі көпшіл адамның ортасында бір сән болады. Шәкен ағам ол бәрібір Қаукен ағама қарағанда қалжыңмен айтып, сөзбенен айтып, ямысы басқа бір өзінің мінезімен айтып ақ көп дүниені жасап қояды. Қаукен ағам ақкөңілденіп, қарқ-қарқ күліп, соның ортасына кіреді де кетеді. Это более проще, это более, интеллектуально, давай, интеллект у нее тоже был большой. Но они как-то, как два брата, они не схожи были друг к другу. Кәукен Кенжетаев ойнаған талай рөлдердің ішінде шоқтығы биік рөлдердің бірі ел басына күн туса фильміндегі батыр Бауыржан рөлі. Бұл рөлге небір мықты актерлер келіп сынға түсіп жатты. Бірақ режиссер Мәжит Бегалин Бауыржанды өзінің досы Кәукен ойнаса деген ой үстінде болды. Кәукенге келіп, Бауыржан батыр мынандай костюм киеді, таяқты былай ұстайды, жүріс тұрысы мынандай деп айта бастаса, Кәукен аға,
Мен опера әншісімін. Киноға түссем де ән айтуым керек. Драмалық кинолар менің табиғатыма келмейді. Маған несін айтасың? Оның үстіне көзі тірі адамды қалай сомдамақпын? Мен түспеймін деп ат-тонын ала қашады екен. Кейін Қамал Смайылов, Сұлтан Қожықов, Абдолла Қарсақбаев, Шәкен Айманов бастаған көркемдік кеңесте Мәжит Бегалин бұл рөлге Кәукен лайық деп дәлелдеп шығады. Сонда Шәкен Айманов: Ей, Мәжит, сен қызықсың ғой. Асфальт өскен, қолы әппақ, домбырамынан басқа жең көтерген жоқ. Енді жарайды. Әскерде болған шығар, бірақ Самбиваевич сол әскерде күректі қолын алды. Не болмаса мылтықты қолын алды. Ол красногвардейский, дальневосточный ансамбльде әнші болды. Онда да бос жүрді. Жоқ, оперный театр ойнайтын мынандай кісін Бауыржанды, сен Бауыржанды онда әлі ойламапсың, білмепсің депті. Мәжит орысша сөйлеп кетіпті. Беру на себя, я отвечаю, я его снимаю деп. Сол уақытта кім Ходжиков не деді? Соны үйде келгенде Кәукенің өзі айтты. Сол жерде Ходжиков сөйлемесе, может, Шәкен бұрып жіберер. Егесең, Мәжит үндемей алды деді. Үндемей алды деді худсоветте. Көмес қой кісенді. Бұл жерден Шәкен Аймановтың өнерге деген адалдығын да, ініге деген жанашырлығын да көруге болады. Мынандай үлкен рөлді сәтсіз ойнап шықса, сын тепкінің астында қалмаса екен деген ниет жатыр аға ойында. Онда өзінше Баукеңе ұқсап, сырт пішіні іштей ұқсағысы кеп. Бауыржан ұнады ма білмеймін, о жағын естігім жоқ. Бірақ маған ұнады. Мәжит Бегалин пригласил папу. Мәжит Бегалин әкемді ел басына күн туса фильміне шақырды. Ол жерде 25 деген ән орындалу керек еді. Әкемнің опералық дауыспен орындағанын көрген Шәкен аға, бұл әнді мен орындаймын, бұл менің әнім депті. Осылайша фильмде Шәкен ағаның орындауында кетті. Әкем ағасына ол үшін ренжімеген, қайта жүрекпен орындалғандықтан фильмнің көркін ашты. Очень душевно. Қаукен жаңағы енді оперный, деп дегеткенде келмей тұр. Экранға келмей тұр. Шәкен оны түсініп тұр, жайлап отыр домбырамен айтқанда, прямо қалай керек солай жазылады. Енді Қаукенің дауысы жоғары, Қаукенің дауысы күшті, оперный. Шәкендікі халықтық, народный. Сол тарихта қалды, сол запись. Как бізде гимн, прямо ненің, әр фильм сонымен бітеді. Арнайы соны алып қалдық. Актер Кәукен де өзінің ақтер, көктер боп ойнаған осы рөлі әуелі Бауыржан Батырға ұнамай қалса қайтем деген уайыммен алғашқы көрсетіліміне бармай қалады. Біраздан соң Мәжит дос: Бәукең екеуміз саған бара жатырмыз деп хабарласады. Тыпыршып, жанын қоярға жер таппай тұрған өнерпазды Бәукеңнің ашық жарқын қабағы сабырға шақырыпты. Сен бала, жалғыз полковник Бауыржан Момышұлының образын жасаған жоқсың. Мен сияқты бүкіл совет офицерлерінің образын жасауға тырыстың. Рахмет саған, дұрыс шықты деп арқамнан қақты. Мен көкке ұшып кете жаздадым деп еске алады Кәукен аға өз естелігінде. Бұл кісінің сөзі бай, қалжыңы мол, көркі биік, 1-2 метрге жуық. Соны мынау көп киноларда бұл кісі ірі тұлғаларға түсті. Бір Бауыржан Момышұлының өзінің рөлін алып шығу. Егер есіңізде болсын, сол кісінің Москвадағы Кремльдің бойында аралап келе жатқан кездегі бір таяқпен келе жатқан сәнді кездері, ішкі ойлары, актерлық тебіреністерді. Бұл кісі вообще жақсы актер болған адам. Тек қана әнші емес. Атақты Қыз жібек фильміндегі Төлегеннің әкесі Базарбайдың рөлі Кенжетаевқа бұйырады. Кәукен ағаның білімдарлығы десеңіз де,
өзінің көзқарасы бар азаматтығы десеңіз де жарасады. Базарбайды театр сахнасындағыдай ақ сақалды, ақ шапанды образдан көрі, басқаша сомдау идеясы ұзақ талқыға түсіп, ақыры дәлелдеп шығады. Бер батаңды. Әкәй, Жағалбайлыны сорға барып жықсаң түсінерсің өзіңде. Бер батаңды. Мен аттанам. Яқы, менің айтқаным, өзім айтқаным, Қажыбектегі Базарбай өзі неменен қарауқан оқыда көрініп тұр ғой, сауда жасап отыр. Алтын көміспен саудаласады. Шетшеден келген, әлгі Византиядан Қытайдан келген қонақтар отыр. Олармен әтіп шақымы тойнап отыр. Значит, оны келе жатқан өзі капитализм көрім, капиталист. Болашақ қазақтың капиталист деп санадым мен. Мен солай ойнайық дедім мен. Өйткені ана басқа боя басқа киім кисек болмай шықпай қалатын болды. Сондықтан соған көштік. Ол Базарбай жинақсы болу керек. Өзі саудагер. Ана жерге бірге барып жүрген кісі болу керек. Сондай болу керек деп ойладық. Кейін Кәукен Базарбайға көшеде кездескен ақкөңіл көрермендері төлегенге неге батаңызды бере салмадыңыз дейтін көрінеді. Басында актер бұл фильмге Бекежан бейнесіне үміткер ретінде қатысыпты. Өйткені ол кісінің опера театрындағы бір кейіпкері Бекежан еді. Енді қартаңдау болып, жасы асыңқырап кеткен болды. Әйтпесе ойнауға шамасы бар еді. Мынау белгілі Бекежан. Ең қиын рөлім десем болар еді. Себебі Құрекеңнен кейін Бекежан ойнау оңайға түспейтіндігі белгілі. Сегіз қырлы бір сырлы адам болып, тек қана режиссер емес, әншілігі басым. Бұл кісі мына операдағы үлкен баритоналдық басқа шоқ партиялардың көбін айтқан адам, әсіресе классикалық операларда. Соның ішінде бұл кісі қазақ музыка әлеміне тағы бір өзгеріс енгізді. Бұл мынау әйел әншілердің енді Күрәш апам деп айтып барған Шабал Бейсековадан, ол кісінің жары, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты. Сол кісіден бастап бері қаратай Роза Үмбетқызы Жамановаларға, Бибігүл Ахметова Төлегеноваларға, осылардың бәріне ұстаз режиссер болған адам. Менің бағыма ол кісі мені Қыз жібек операсына өзі режиссерлік жұмыспен де шұғылданды. Менің осы концерттік еңбегімнен кейін, театрға жұмысқа барғаннан кейін, Кәукен ағаймен бірінші спектаклім Қыз жібек болды. Сол Қыз жібек спектаклінде мен Қыз жібекті ойнадым, ол кісі Бекежанды ойнады. Өзім өте былай сүйсініп жақсы көріп жүрген ағамды сол Бекежан рөлін ойнағанда бір түрлі жек көріп кеттім. Соншама өзінің рөліні беріліп ойнағанда, енді кей кезде де сырттан қарап ойлайтын, неужели менің сол осы сыйлап жүретін Кәукен ағам екен деп. Мына біздің искусствода әсіресе әншілер, егер өлең айтып тұрса ойнай алмайды, ойнап тұрса ән айта алмайды. Кәукен ағайдың бір жақсы жері, ол кісі біз енді синхронный дейміз ғой. Әні мен ойнауы синхронный болып тұрады. Қаран қолынан зар келмегенге, көрерміз жан бірердің алтын бемінде. Папа с мамой часто
Әкем мен анам көп операларда бірге өнер көрсететін. Анамның дауысы сопрано, оның ішінде лирикалық сопрано. Сондықтан үнемі лирикалық кейіпкерлерді сомдайтын. Ал әкем болса өзінің зор даусына, жігерлік келбетіне қарай жағымсыз кейіпкерлерді ойнайтын. Екеуі осылай бір операда қарама-қарсы образдарды сомдайтын. Әкем Бекежан болса, анам қыз жібек боп дегендей, бірақ өмірде бірін-бірі қатты жақсы көрді. В опере были как бы в разных лагерях. Талай қыз жібектерді мойнына су құйдың ғой. Талай қыз жібектерді өлтірдім. Талай қыз жібектерді өлтірдім. Иә. Сонда мынау спектакльдің аяғында бір қарғайтын жері бар. Атаңына ғадат Бекежанның Құдай сені қарғасын, алысқа барсаң жолың болмасын деп қарғайтын жері бар. Сонда мынау Құдаш марқұм көзден жас ағып тұрып, оң қолын көтеріп, аспанға қарап, анау балконға қарап, зарлап тұрып айтып қайтқан уақытта адамның жаны шыдамайды енді. Қайшыне болсын. Ал мынау шабал болса маған қарап айтатын тура. Мені қарғайтын. Оған енді қиындау бар. Өзің туған әйелің жақсы көріп алған, өзіңді қарғап тұрса қай бір жақсы дейсің. Кәукен аға бала күннен кілең өнерпаздар ортасында өмір сүрді. Алған жары шабалмен де Мәскеуде бірге оқып, бір театрда өнер көрсетті. Өмірі тек өнермен, өнер адамдарымен байланыса өрбіді. Біз әкеміздің қойылымдарына жиі барып тұратынбыз. Бір қойылымда әкемді жандайшаптар алып кетеді. Сол кезде мен шын көріп әкемді жіберіңдер деп жылайтынмын. Мамам қыз жібекте ойнағанда да уайымдап жүретінбіз. Олар да спектакль болған кезде тынығады, дайындалады. Ондай кезде біз дыбысымызды шығармаймыз. Біздің балалық шағымыз театрда өтті. Ол кісі бір қамығып шаршағанды білмей. Сінің өте жаны жұмсақ болатын. Мына самолеттің тұсағымен балаларға звайды дейік, мына қыздар жүр ғой қастарыңда. Солар күтіп алсын, өй қой, ұйықтасын олар, ұйықтасын деймін. Ол ғой, олар күн ғой дейді, өз қайсығаны кейін ұйықтасын дейді. Сонда бір баласын күтіп алуға есік ашып оятпайды, өзі кілтін іздеп 2-3 сағат дейді, табады бір кетіп бір жақтан. Есігін ашатсың, қой, сен отырыңдар үйіне, кетіп қаласыңдар ма. Міне осындай жақсы адам еді. Папа был очень человеком жизнелюбивым. Әкем өмірге өте ғашық жан еді. Адамдарды жақсы көретін. Сондықтан басқалар да оған солай жауап қайтарды. Аузынан әзірі түспейтін оптимист еді. Ол ешқашан ешкімге шағымданбады. Ауырып тұрса да күлімсіреп қойып бәрі жақсы дейтін. Өмірінің соңына дейін елге барғанда көлге түсіп балықтай жүзетін еді. 92 жасқа келіп қайтты ғой. Сонда таяқ та ұстамады. Говорил, что вот то у меня, сё у меня, там где-то что-то болит, даже он старался как-то не. Он всегда был очень позитивно настроенным человеком. Сондықтан мен бір адамға осы жерден шығар деп ойлаймын. Театр өнерінде қаншама жұмыс жасады, қаншама шәкірттері қалды, қаншама достары қалды. Енді мынау 100 жылдықты өткізу Кәукен ағамдай ұлы тұлғаға бір педагогтық жұмысының өзі, бір қазақ операсындағы режиссерлік жұмысының өзі, бір қазақ артистердің ішінде күллі бас партияларды айтқан дауыс үшін. Өзің мынау балаларды қазір оқытып шығарып, жаңа театр ашқан үшін осының бәрі бір адамға мақтан тұрарлық, бір адамның мойнына жүктелген жүк қой. Соның бәрін лайықты атқарған адам. Кәукен Кенжетайұлы қазақ өнеріне европалық сарын әкелген жаңашыл ұрпақтың алды еді. Кәукен Кенжетайұлы өз қатарластары сияқты күш алған соң дәстүрлі өнерге қарсы шығып, алдыңғы толқының алдына кесе көлденең тұрған жоқ. Адамгершілік келбетіне дақ түсірмеді. Ол іргесін қалаған әр қаладағы талай музыкалық театрлар бүгінде өз көрермендерінің көз айымына айналып отыр. Ол кісі тәрбиелеген шәкірттер де қазақ өнерінің көшін ілгері сүйреп келеді. Қазіргі қазақ өнерінде жетіспейтін тағы бір мәселе Кәукен Кенжетайұлы сынды тұлғаларды зерттеушілер, еңбегіне ғылыми баға берушілер жоқтың қасы екен. Ел көшіп қонар жерге бардау деймін, көк олай шалғындыға қондау деймін.
ақшасыз пашырдан ау бұлбұл құстан